Бәріне әссәләмағалейкум достар. Мұстапа Кемал Ататүрк, саясаткер, мемлекет қайраткері, Осман империясы мен Түркияның әскери қолбасшысы, кейіннен билеуші болған алғашқы республикалық партияның негізін қалаушы. Ол қазіргі Түркия мемлекетін құрды. Оның алғашқы президенті болды. Түркия республикасының тұңғыш президенті Мұстапа Кемал Ататүрк өз халқы үшін мәдени тұлға болды. Соның арқасында ел орта ғасырларда өмір сүрмеді, бірақ өркениеттің даму жолымен жүрді. Бұл адам Владимир Ленин мен Мао Цзэдун, Джавахарли, Неру, Ким Ир Син сияқты ұлы тұлғалармен қатар тұрған реформатор мен тарихшылардың бірі. Балалық шақ. Көптеген тарихшылардың айтуынша Ататүріктің туған күні мен аты өз ойлап тапқан. Кейбір дереккөздерде Мұстапа Кемалдің 1881 жылы 12 наурызда дүниеге келген, бірақ Түркияның тәуелсіздік үшін күресінің басталу күні болған 19 мамыр күнінен кейінірек таңдалған айтылған. Мұстапа сол кезде Осман мемлекетінің қарамағында болған грек Салоникасында дүниеге келген. Оның ата-анасы Али Ефенди мен Зухада ханым түріктер болған деп саналады, бірақ көп ұлтты империяда славяндар, еврейлер, немістер, гректер ата-бабалары болуы мүмкін. Мұстапа Кемал балалық шағында отбасының небоготы, бір уақытта әкем таможенником, бірақ денсаулық жағдайы недәуір болған. Соны қызметтен кетіп саудамен айналысуды, ағашты сату үлкен табыс әкелмеді. Ал аурулар толық жұмыс істеуге мүмкіндік бермеді. Ата-анасының денсаулығы балаларға да берілді. 6 туылғандардан тек Мұстапа мен оның қарындасы аман қалды. Ел басшысы бола отырып, Кемал өзінің резиденциясының жанында әпкесінің үй салды. Кемалдің ата-анасы өте діндар әйел бола отырып, Аллаға ант берді. Егер оның кем дегенде бір баласы аман қалса, ол өмірін оған қызмет етуге арнайды. Сондықтан бала мұсылмандық бастауыш білім алды. Бірнеше жыл мешіт жанында мектепте оқыды. Әкесі қайтыс болғаннан кейін жасөспірім әскери мектепке түсіп, онда мемлекеттік қызметте тұрды. Дәл сол жерде мұғалімдердің бірі оны Кемалдік дегенді білдіретін Кемал деп атады. Мектепте жолдастар, сондан кейін жоғарғы әскери оқу орындарында студенттер оны тәуелсіз, тез ашуланшақ және де шыдамсыз адам ретінде еске алады. Мұстапа Кемалдің жастық шағында 1905 жылы Мұстапа Истанбулда Оттован әскери колледжін бітіреді. Негізгі пәтерді оқи отырып, жігіт көп уақытта Бұлтер, Өрістен, Гоббс еңбектерінің ұлы тұлғаларының өмірбаяндарын оқуға арнайды. Әсіресе жанды тоқталып бердік. Бұл Наполеонның жаңа дос, әрі қарай жолдас дипломатия, Али Фетих Огеранның оның жас офицер тәуелсіздік пен патриотизмге деген ұмтылысты тудырған, тыйым салынған әдебиеттермен қамтамасыз етеді. Саяси қызмет. Әскери колледжді бітіргеннен кейін Мұстапа Сұлтан Абдулхамидтің режимін сынға алады деген айыппен тұтқындалып, Дамаскіге жер аударылады. Сирияда Кемал осы күнге дейін кейбір материалдары бар Фатон отан қозғалысын құрды және де басқарды. Партия қазір кемализм ұстанымын берік ұстанады және де Түркияның саяси өмірінің күшті оппозициялық күш болып табылады. Фетих 1908 жылы кіші түрік төңкерісі болады. Оның мақсаты Сұлтан II Абдулхамид пен оның режимін құлату болды. Қоғамдағы қысым Сұлтан 1876 жылы жойылған конституцияны қалпына келтіруге мәжбүр етті, бірақ бұл жақсы жаққа жаһандық өзгерістер әкелмеді. Сұлтандағы жағдай өзгерген жоқ, ешқандай реформалар жүргізілмеді, ал халық наразы бола бастады. Бұл процеске Кемал да қатысты, бірақ жас түріктермен бірқатар келіспеушіліктерге байланысты ол әскери қызметпен айналысты. Мұстапа Кемал бірінші дүниелік соғыста әскермен. Бірінші дүниелік соғыс кезінде Кемал өзін табысты және де сауатты командир ретінде көрсете білді. 1915 жылы көктемде англо-француз десанты Д'Артаньян бұғазын кесіп өтуге тырысты, бірақ ауыр шығындарға ұшты. Осыған байланысты команда экспедицияны Галиполи түбінде жіберуге шешім қабылдады. Анзак шығанағынан қонған англо-француздардың Мұстапа Кемалдің 19-шы дивизияны қарсы алып жеңді. Сәтті жасалған операция қолбасшы паша атағын берді. Мұстапаның өмірбаянының даңқы мен жеңістері мен ерліктерге толы. Ол антрополдар мен
Криштефке кезінде батыл шайқасты. Британдықтар мен итальяндықтарды батыл қозғалды, әсіресе сауатты басшылық етті және де қорғаныс министрлеріне қызмет етті. 1918 жылы Осман империясы жеңілді, бірақ Кемаль жаңа күреске тап болды. Кешегі одақтастармен олар өз елін бөлшектей бастады, әсіресе тартыла бастады. Ататүрік мемлекеттің тәуелсіздігі мен тұтастығын сақтауға шақырды және де оның көптеген адамдар естіді. Ол жаудың соңғы туын жойғанға дейін сатқындар мен ұрлаушылармен күресетінін мәлімдеді. 1920 жылдың елдің бөлінуі туралы Сербер келісіміне қол қойды, бірақ Кемаль оны заңсыз деп тануға қол жеткізді. Сол кезде Ататүрік Анкараны елдің жаңа астанасына айналдырды және де Түркияның ұлы ұлттық жиналысын құруды бастамашысы болды. Онда ол үкімет басшысы және де парламент төрағасы болып сайланды. 2 жылдан кейін түрік әскерлері үшін Измир шайқасы өтті. Содан кейін батыс елдер келіссөздер үстеліне отыруға мәжбүр болды. Генерал Мұстапа Кемаль Ататүрік 1923 жылдың күзінде ел республикалық мемлекет болып жарияланды. Оның ең жоғарғы органы мәжіліс. Мұстапа Кемаль Ататүрік Түркияның тұңғыш президенті болды. Ал бір жылдан кейін Осман империясы құлады. Ел өткеннің жаулары мен қалдықтарынан босатып, Кемаль ішкі мәселелерді шешіп, экономикаға, әлеуметтік сала және де саяси жүйеде реформалар бастады. Әскери адам ретінде ол іссапарларға көп уақыт жұмсады және де көптеген елдерді көрді. Мұстапа өзінің туған Түркия деген заманауи және гүлденген мемлекет болуы керек деп шешті және де оған жетудің ең сенімді жолы Еуропарламент арқылы жүру. Ататүрік жүргізген реформалар мен қайта құрулар оның бұл идеяға соңына дейін адал болғанын растады. 1924 жылы Түркия Республикасы Швейцарияға ұқсас жаңа конституция мен азаматтық кодексті қабылдады. Қылмыстық заңның негіздері итальяндықтардан да коммуникациялық құқық немістерден алынды. Білім беру жүйесі зайырлы болды. Оның негізгі идеясы ұлттық бірлік, шариғат заңдарын сот практикасында қолдауға бұдан былай тыйым салынды. Ел экономикасын дамыту мақсатында өнеркәсіп үшін бірқатар ынталандыру шаралары әзірленді. Түркия Республикасының қалыптастырудың алғашқы 10 жылында 200-ден астам акционерлік компаниялар құрылды. 1930 жылы Түркияның орталық банкінің ашылуы мемлекеттік қаржылық механизмінің шетелдік капиталдың басым рөлін төмендетуге мүмкіндік берді. Мұстапа Кемаль 1936 жылында президент 5 күндік жұмыс аптасын енгізді, ал уақыт еуропалық форматта есептеліне бастады. Алфавиттегі араб таңбалары латын әріптерімен алмастырылды. Еуропалық киімдер мен бас киімдерді міндетті түрде кию қабылданды. Генералдық киімдерді міндетті түрде кию қабылданды. Генералдік теңдік жарияланды, бірақ іс жүзінде және де бүгінгі күнгі түрік еркектері қоғамда артықшылықты жағдайға ие, ескі атақты қолдауға тыйым салынды. Олардың орнына фамилиялар енгізілді. Парламент пен Ататүрік деген атпен марапатталған Мұстапа Кемальдің өзі отандастарына үлгі болды. Бұл түріктердің әкесі дегенді білдірді. Кемальдің дінге сенуші екендігі туралы пікір терең қате. Қазіргі шындықтар исламның адамдарының күнделікті қажеттіліктеріне көбірек бейімделуін талап етеді. Ататүріктің кезінде де одан кейін де кемалистер әрқашан жеңілдіктер жасады. Университеттерде технология факультетін ашып, Мұхаммед пайғамбардың туған күніне мереке деп жарияланды. Кемальдің өзі ислам туралы діннің ең заманауи және де ақылға қонымды деп атады. Мұстапа Ататүріктің басшылығымен Түркия Республикасы бірқатар елдермен дипломатиялық серіктестік орнатып, Ұлттар Лигасының қатысушы географиялық орналасуы шығыс елдерімен ынтымақтастықты орнату үшін үлкен артықшылыққа айналды. Түркия Монтре конвенциясының бекітілуін бастады және де бұл құжат осы күнге дейін Эгей мен Қара теңіз арасында маңызды теңіз жолы Боспор мен Дартаньян каналдарында өтуін реттейді. Ататүріктің билігі бедалінің артқы жағы былай: еврей және де армян ұлттарынан тұрғандарын қудалау, түрік тілін отырғызуға және де күрд көтерілісшілер қозғалысын басуға әкелген радикалды саясат. Кемаль құрған халықтық республика партиядан
басқа ешқандай партияның өмір сүруге құқы жоқ еді. Кәсіподақтарға тыйым салынды. Мұстафа Кемал Түркия Республикасының қалыптасу тарихын өз еңбектерін баяндаған қазіргі уақытта сөйлеу деп аталатын кітап қайта шығарылды, ал қазіргі саясаткерлер өз сөздігін оның дәйексөздерін қолданады. Жеке өмірі. Кемалдің жеке өмірінде саяси құрмалықтар аз емес. Алғашқы махаббат саудагердің қызы Елена Картина болды. Сол жылдары Мұстафа кедей студент еді, ал қыздың әкесі оны тиімді күйеу жігіт ретінде шығарып кездеуге рұқсат бермеді. Әскери қызмет. Жас Кемалдің әртүрлі қалаларға лақтырылды. Онда ол ешқашан әйелдің назарына тыс қалмады. Оған болгар соғыс министрлерінің қызы Раша Петровтың сарай техникасын ұйымдастырушы сияқты танымал жас ханзадалармен романдар жазған. Мұстафа Кемал Ататүріктің әйелімен 1923 жылы Ататүрік бей отбасынан шыққан білімді қыз Лотфух Үшеголиді үйленеді. Ерлі-зайыптылар өз балалары бастай алмады, сондықтан олар жеті патронды тәрбиеге алды. Сонымен қатар екі жетім балаға көмектесті. Кейбір балалар Түркияның танымал адамдары болды. Қыздарының бірі елдегі алғашқы әйел, бірінші әйел тарихшы, ұлы кәсіби саясаткер болды. Мұстафа мен Латвияның үзілуінің себебі құпия. Ажырасқаннан кейін әйел Стамбулға көшіп, Ататүрік пайда болған кезде қаладан шыққан сайын ауруы мен өлімі. Қарапайым адамдар сияқты ұлы адамдар ойын-сауыққа жат емес. Ататүріктің өліміне оның алкогольді тәуелділігі себеп болды. Бұл бауыр кризисін әкелді. Түркияның тұңғыш президенті 1938 жылдың күзінде Истанбулда қайтыс болды.